Қазақстандағы 100 жаңа есім атты жоба тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен еліміздің әр өңірінде тұратын түрлі жастағы түрлі этнос өкілдерінің тарихын насихаттауға бағытталған жоба. Яғни жоба нақты адамдардың өмірі арқылы заманауи Қазақстанның келбеті көрініс табатын болады. Осы жобаға ұсынылған 10 теміртаулық үміткерлердің бірі Теміртау қаласының өлкетану мұражайының басшысы Наталья Скорикова. Я уроженка города Темиртау. Я здесь родилась, здесь выросла и живу по принципу, где родился, там и пригодился. Мен Теміртау қаласының тумасымын. Осы қалада өстім, осы қалада оқыдым. 1970 жылы өмірге келдім. Мектептің 6 сыныбында оқып жүрген кездің ақ мұғалім болуды армандаған едім. Натальяның бала күнгі арманы мұғалім болу еді. Осы арман жетегімен ол Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, оны 1991 жылы бітіріп шығады. Жас маман еңбек жолын мектепте тарих пәнінен сабақ беруден бастайды. Алайда 3 жылдан кейін оны Теміртау қаласының тарихи мұражайының директор қызметіне шақырады. Это был 1994 год. Бұл 1994 жылы болатын. Әрине ол кезде мен 24 жаста ғана болатынмын. Қиын кезең еді. Не жылу жоқ, не жарық жоқ. Ол кезде ел басшыларымыз өзгерген. Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез болатын. Біздің музейіміз осы уақытта жұмысты жүргізуге тиіс болдық. Осылайша менің өмірім күрт өзгерді. Наталья Скорикова жас болғанына қарамастан әріптестерінің құрметіне ие болды. Әрине бұл оңай емес еді. Қазіргі таңда қалалық өлкетану мұражайы жәдігерлері, ерекше көрмелері мен оны жүргізетін сауатты қызметкерлердің арқасында тек облыста ғана емес, бұл республика танымал музейлердің қатарына енді. Благодаря, наверное, поддержке близких, супруга, благодаря поддержке также, опять-таки, родителей, Жолдасымның, жақындарымның қолдауы арқылы мен осындай жұмыс жасадым. Таңертең сағат 9-да келіп кешке 8-де қайтатын едім. Көпшілік адамдар музейдің жұмысын тыныш деп санайды. Жоқ, музейдің жұмысы ешқашан бітпейді. Бүгінгі күнде Наталья Дмитрий қызы еңбегінің бағасын алған. 2001 жылы оған алғашқы марапаттауы елбасшымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың алғыс хаты табыс етілді. Музей басшысы үшін ең бір қымбат марапаттаудың бірі Қарағанды облыс әкімінің жылдың үздік музей қызметкері номинациясының жеңімпазы атануы. Это был 2011 год, это, конечно, по результатам. Тогда наш музей во главе со мной занимался... Бұл 2011 жылы болатын. Онда менің бастауыммен біздің музей қызметкерлер тарихи өлкетану экспозициясын бастаған едік. Біз оны жоқтан бастадық. Ол жақсы бағаланды. Әрине еңбегіміздің бағаланғанына қуанышты ғой. Мен Халықтар ассамблеясы медальмен де марапатталдым. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің мерейтойлық медалін алдым. Ең бағалысы Қазақстан Республикасын дамытуға қосқан үлесі үшін медалі болды. Теміртау қаласының ішкісі саясат бөлімінің бастамасымен Наталья Скорикованың жетістіктердің тарихы жайлы анкетасы Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына жіберілген болатын. Ол іріктеу кезеңінен өткен. Айта кету қажет, музей басшысы 2003 жылы Қазақстан Республикасының 100 әйелдер тізіміне де енген болатын. Если вот с моей позиции, вот те люди, которые войдут в эту сотню, это люди должны... Менің ойымша 100 жаңа есімге енетіндердің өзгелерге көрсететін, олармен бөлісетін тарихи тағылымдары болу тиіс деп ойлаймын. Өзім жайлы айтатын болсам, бірқатар жобаларым да бар. Мен үшін бұл үлкен жауапкершілік. Наталья Скорикова өз ісінің үздігі, ол 100 жаңа есімге лайықты тұлғалардың бірі.